Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай өте оңай жасалынатын және көп затты қажет етпейтін өте әдемі білезік тоқып үйренгенбіз. Егер ұнап жатса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай екі түрлі бисер, кез келген түсін қолдансаңыздар болады. Одан кейін қайшы, леска, бисердің инесі және осындай застежкалы қажет. Олай болса, дайын болсақ, бастайық. Ең алдымен лескамызды осылай инеден өткізіп, ұзын қылып барынша өткізіп аламыз. Одан кейін екі бисер аламыз да лесканың соңына қарай алып келеміз. Лесканың соңында осынша жіп қалу қажет. Одан кейін жанындағы бір бисерден осылай инемен өткізіп шығамыз. Одан кейін қайта екінші бисерден жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Басында өте қиындау болады, өзінің формасын ұстамайды, яғни ары қарай жалғастырамыз. Осы жерде бізде осындай ақ түсті бисерден 5 болу қажет. Яғни біз 2 бисер алдық, енді тағы 3 бисер аламыз, 1 бисер аламыз. Инеміз шығып тұрған бисерден өтеміз де, сол алынған бисерден төменге қарай қайтадан шығамыз. Тағы да 1 бисер аламыз, жоғарыдан төменге қарай бисерден өтіп, сол бисерден алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз, түзетіп дұрыстап аламыз да, тағы да 1 бисер аламыз. Осылай төменнен жоғары қарай инемен өткіземіз, сол алынған бисерден төменге қарай инемен өтеміз. Мінекей 5 бисерімізді осылай алдық, түзетіп дұрыстап аламыз. Басында қиындау болады, формасына келмей, яғни өз формасын ұстағанша осылай болады. Одан кейін 1 розовый бисер аламыз, жоғарыдан төменге қарай инемен өткіземіз. Сол алынған розовый бисерден жоғары қарай шығамыз. Одан кейін тағы да 1 розовый бисер аламыз, төменнен жоғары қарай розовый бисерден өтеміз де, сол алынған бисерден төменге қарай түсеміз. Ары қарай тағы да 1 розовый бисер аламыз да, жоғарыдан төменге қарай өтіп, сол алынған розовый бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді 2 розовый бисер аламыз. 2 розовый бисерімізді алдық. 2 розовый бисердің ортасындағы жіптен инемен осылай өткіземізді. Бірінші тұрған розовый бисерден жоғары қарай осылай қайтадан шығамыз. Тартып, дұрыстап қатылаймыз, яғни өзінің формасын келгенше. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да 1 розовый бисер аламыз. 2 розовый бисердің ортасындағы жіптен өтеміз де, жоғары қарай сол розовый алынған бисерден жоғары қарай қайтадан инемен өтіп шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Одан кейін тағы да 1 розовый бисер аламыз. Ақ бисер мен розовый бисердің ортасындағы жіптен өткіземіз де, сол алынған розовый бисерден инемен қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тартып, өзін дұрыстап формасын келтіреміз. Ары қарай бізге 1 розовый бисер аламыз. Екінші тұрған розовый бисерден төменге қарай өтеміз инемен. Одан кейін жанындағы бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз да, тағы да 1 розовый бисер алып, жанындағы шетіндегі тұрған розовый бисерден төменге қарай өтеміз. Ары қарай астындағы да бисерден осылай инемен өткізіп аламыз. Одан кейін 2 розовый бисердің ортасындағы жіппен осылай инемен бисер алмай өтіп аламыз. Одан кейін 2 розовый бисер аламыз да, келесі 2 розовый бисердің жібінен осылай өткіземіз. Одан кейін бірінші тұрған бисерден инемен өткіземіз. Жанындағы екінші бисерден де жоғары қарай шығып, қайтадан бірінші бисерден төменге қарай шығамыз. Яғни қаттылап, дұрыстап
өзінің формасына келтіріп аламыз. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін екі бисерден жоғары қарай, екі шеткі бисерден жоғары қарай шығамыз. Ары қарай енді ақ бисерлерден тура алдындағыдай жасаймыз. Яғни бізге бұл жерде 11 бисер ақ бисер аламыз. Яғни ұзындығын өздеріңіз өз қалауларыңызға қарай таңдап аласыздар. Мен ортасында 11 бисер алдым. Яғни тура алдындағыдай осылай бір бисерден алып отырамыз. Бір бисер аламыз, төменнен жоғары қарай алдыңғы бисерден өтеміз де, сол алынған бисерден төменге қарай өтеміз. Ары қарай тағы да бір бисер аламыз, жоғарыдан төменге қарай жанындағы бисерден өтіп, сол алынған бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Яғни достар, дәл осылай мен сияқты өздеріңіз жасайсыздар. Яғни 11 бисер қатарынан осылай алып өтесіздер. Неге 11 бисер алып өттім, одан кейін 3 бисер розовый бисерден бір-бірден аламыз. Бірінші розовый, екінші розовый төменнен жоғары қарай өтіп, сол алынған бисерден қайтадан шығамыз. Жоғарыдан төменге қарай бір розовый бисер аламыз. Сол розовыйдан қайтадан жоғары қарай шығамыз. Ары қарай бізге екі розовый бисер аламыз. Бірінші тұрған екі розовый бисерден ортасындағы жіптен өтіп аламыз да, жоғары қарай бірінші розовый бисерден осылай өткіземіз. Ары қарай бізде тағы да бір розовый бисер аламыз. Екі розовый бисердің ортасындағы жіптен осылай мен сияқты өтіп аласыздар да, сол алынған розовый бисерден жоғары қарай қайта шығамыз. Одан кейін тағы да бір розовый бисер аламыз. Ақ бисер мен розовый бисердің ортасындағы жіптен өтеміз. Мінекей, одан кейін сол алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Өте оңай жасалынады. Жоғары қарай розовый бисерден өтіп алдық. Одан кейін бір розовый бисер аламыз да, жанындағы розовый бисерден төменге қарай шығамыз. Одан кейін сол розовый бисердің жанындағы бисерден жоғары қарай инемен өткізіп аламыз. Ары қарай тағы да бір розовый бисер алып, жанындағы екі төменге қарап тұрған бисерден қатарынан өтіп шығамыз. Одан кейін инемен осы екі розовый бисердің ортасындағы жіптен жоғары қарай инемен өткізіп шығамыз. Одан кейін екі розовый бисер аламыз да, келесі екі розовый бисердің ортасындағы жіптен жоғары қарай шығамыз. Одан кейін бірінші алынған бисерден жоғары қарай инемен өткіземіз, және қасындағы жанындағы екінші бисерден де жоғары инемен өткізіп шығамыз. Одан кейін бірінші алынған бисерден қайтадан төменге қарай өтеміз. Осылай түзетіп жөндеп аламыз да, ары қарай екі бисерден жоғары қарай инемен өтіп шығамыз. Яғни достар, ары қарай енді ақ бисерлерді тоқып шығамыз. Оны өздеріңіз ары қарай жалғастырасыздар. Енді ортасында 10 бисер ақ бисер аламыз да, келесі жүректі тоқимыз. Келесі жүрекше, одан кейін 10 бисер, одан кейін жүрекше, одан кейін 11 бисер, жүрекше, одан кейін соңғысы мінекей мен тоқып жатқан 5 бисер. Яғни енді осы 5 бисерді тоқтаған кезде артық жіпті кесіп тастау үшін осылай бисерлерден қайта айналдыра өтіп шығамыз. Ортасында ешқандай бисер қалдырмай, барлығынан осылай байқатпай, білдіртпей бисерлерден өтіп шығамыз. Артығын кесіп тастайтын боламыз соңында. Осылай бисерлерден кезек-кезек өткізіп, артығын кесіп тастайтын боламыз. Байқасаңыздар, осылай бисерлерден өткен кезде мына ақ бисерлер өзінің формасын ұстап қаттырақ болып жатыр. Осылай өткізгеннің пайдасы сол болып тұр. Және де осылай соңғы ақ бисерден өтемізде енді түйіп байлаймыз. Одан кейін артық жіпті кесіп тастап, жаңа артық қалған ұшын зажигалканың көмегімен күйдіріп тастасақ болады.
мінекей енді кесіп тастаймыз. Міне осы қалған кішкентай ұшын зажигалкамен күйдіріп тастасақ болады. Енді екінші жағындағы бетін де дәл солай бисерлерден өтіп артығын кесіп тастаймыз. Міне менде осындай дайын болды. Өзіме қажетті ұзындықты тоғып алдым. Енді мына застежкаларын ғана тағу қалды. Застежканың темірін бисерлердің ортасынан осылай өткізіп аламыз. Енді екінші жағына дәл солай жасаймыз. Застежканың темірін ашып, бисерден осылай бисерге тағып аламыз. Яғни бұл жерде бисер өте кішкентай болғандықтан мына теміріміз симай әрең осылай тағылды. Яғни енді жауып қоямыз. Мінекей осылай дайын болып шықты. Өте оңай әрі тез жасалынды деген ойдамын. Мінекей осылай тоқып шықтық. Өте оңай жасалынды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар.